Екі нәрсе керек: өкімет және байлық. Ақыл, қайрат, ғылым барлығы жүрекке бағынып керек. Келінге адам баласынан ақыл, ғылым, ар мінез деген нәрселермен оспақ. Дүниеден баз кешіп жалғысаң да, адамдық болмысыңнан айырылма. Естілердің сөзін ескеріп жүрген адамның өзі де есті болмақ. Халықтың өсек аяңға оянуы, шат болуы халықтық құратады. Ақылды таза иманды. Жүректің қасиеттері рахымдылық, имандылық, жігер, қайрат. Абайға арнау мұхиттың авторы Гүлжазира Листекқызы. Ұлы дана, ойшыл баба, ойға шомып, үнсіз ғана, мүсінің тұр айыбынды. Жырларыңмен тілдесейін, рухыңмен үндесейін, қандырып бір сусынды. Ұқса сана, зерделесе, көкірекке тие білсе, әр сөзің сап алтынды. Ақыл сөзің, нақыл көзі, өткір сезім, қылыш жүзі, тіліп түсер жаныңды. Пасықтардың, жасықтардың, қылығына тасып қаның, бетке айттың әрмінді. Өнер білім, біліп ғылым, еңбек етіп кірер сының, деп үндедің халқыңды. Енді бүгін алып теңдің, қазақ елің құрып елдің, тойлап жатыр тойыңды. Дана тұлға, дара тұлға, Абай бабам ұлы тұлға, ұмытпай ұрпақ атыңды. Абайдың қара сөздері қараңғыдан жетелеп шығар, мәңгілік шамшырақ. Баланың тәрбиесі оның ата-анасы, ортасы және ұстазы. Олай болса, жалпы адам не нәрсені құндылық деп санаса, сол сапалы болмақ. Олай болса, біз алдымызда отырған баланы тәрбиелеу кезінде сол баланы біз өміріміздің құндылығы деп қарасақ, келешек тәрбиеленген ұрпағымыз сапалы болатыны хақ. Олай болса, Абайдың қара сөздерін жүрек оқудан қажеті жоқ. Оны тек қана бойымыздан өткізіп, сіңіріп, және оны қағып тәрбиелеуде іске асырсақ дейміз. Ал баланың осындай тәрбие кезіндегі білімге, ғылымға, махаббатын қалай ашамыз? Оның құндылығын қалай өмірімізде алдыға мақсат қылып қоямыз? Ол үшін бүгін өзіміз пікірсайыс жасап, пікір алмасып көрейік. сөздерін балаларға қызықтыра оқыту мақсатында бірнеше дерек көздер көрсеткім келеді. Бұл бірлестікте мен көрсеткен болатынмын мұғалімдерге. Енді оқушылар үшін Абай центр сайты Вашингтон қаласында орналастырылған, шетелдік оқырмандарға арналған. Ағылшын тіліне қызыққан балалар осы жерді қарап, қара сөздерді аудармасымен оқуға болады. Екінші қара сөз, үшінші қара сөз, төртінші қара сөз барлығы шетел тіліне аударылған. Келесі бір көрсететін дерек көзім
Абай ТВ телеканалы, бұл өзіміздің телевизордан көрсетіледі. Бұның ішінде бірнеше бағдарламалар бар. Бұлардың барлығы біздегі білім ленті секілді кез келген сабаққа қолдануға болады. Бұның ішінде Абайға қатысты бірнеше бағдарлама бар. Абай жолы мынау бағдарламада Абай кітабы оқытылады. Келесі тағы арнайы жоба деген бағдарлама бар. Арнайы жоба бағдарламасында Абайдың қазіргі ұрпақтары жайлы үнемі бағдарламалар дайындалып отырылады. Ал Абайдың тікелей қара сөзі, мінекей мына жердегі ақыл ойдың айнасы қара сөз. Осы жерде оқытылады Абайдың қара сөздері. Енді қазіргі тағы бір жаңалық Абайға қатысты. Елімізде болып жатқан Абайдың қара сөздері мектеп оқушылары үшін сөздері ауыр, оқытуға ұғымы ауыр дегендіктен зерттеуші Әлібек Шегебай ақынжанды кісі Абай қара сөздерін өлеңге, поэзияға айналдыруда. Бұл бірден бір жаңалық болып есептеледі. Енді осымен қатар айтқым келгені, осындай дереккөздерді біз балаларға ұсына отырып, оларды Абайдың қара сөздерін жеңіл оқуға жолдарын қарастыруымыз керек. Оқушыларымыз Абайдың қара сөздерін оқып, білім нәрімен сусындай берсін. Құрметті әріптестер, Абай сөздерінің дүниеде қалғаны қазаққа зор бақыт деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, біз бүгін 31-ші қара сөздің нүктесін қойғымыз келіп тұр. Яғни бұл жерде біз SWOT анализ жасап, тиімді, тиімсіз, күшті, әлсіз жақтарын қорғамақпыз. Енді осы күшті жақтарына келсек, Абайдың 31-ші қара сөзінде есте сақтау үшін көкірегі ашық, ынтамен тұшынып, ішінен ойланып, көңілге бекіту керек екен. Ал енді осыған кедергі жасайтын ол ой кеселі екен. Ой кеселіне не жатады? Салғырттық, ойыншылық, күлкішілдік, қайғыға салыну, нәрсеге құмарту, ақыл мен ғылымды тоздырады екен. Енді осыны жаңашыл бағытта біз байланыстырсақ, мысалы күшті деген жақтарын біз тиімді деп алдық та, тиімді не? Яғни жаңашыл, мотивациясы жоғары, ақылны қолдана алатын, жаданы қолдану арқылы жан-жағына өзінің білгенін айта алатын, сенсорлық есте сақтау, конвергентті, дивергентті ойлау қабілеттері бар адамдар деп байланыстырып отырмыз. Енді осы сөздерді аша келсек, конвергентті, дивергенттіге тоқталсақ, бұл біз мұғалімдер, ұстаздар болғандықтан алдымыздағы балаларымызды, яғни сапалы түрде дайындауымыз керек. Сапалы нені білдіреді? Осы конвергентті, дивергентті ойлау қабілеттері бойында бар балаларға оқушыларға айтамыз. Енді осыған бір мысал келтіре кетсек, конвергентті ойлайтын оқушы, дивергентті ойлайтын оқушы бүгін пайызды сіздерге түсіндіреді. Бұл пайызды табу үшін, мысалы үшін пайызды табу үшін пайыздың формуласын b тең болады a көбейтілген b-дан a көбейтілген 100-ден π формуласын қолданып шығарушы еді есептен. Ал енді мен оны магазинге баратын болсам, жаңағы пайыздық несіне қарап, пайызына қарап, мынау 70% десе, ол маған тиімді. Значит, мен оны көбірек сатып алуға арнасам. Тағы да басқа нәрсе, сондай бір неме сатып алғым келсе, әлде бір көргім келсе, сондай бір жеңілдікті пайдаланамын. Ол менде, мысалы үшін, өзімнің керегім, қажетімді өтеу үшін жаңағы нәрселерді сатып алуыма көмектеседі. Енді тиімдей келсек, сонда конвергентті ойлайтындар, ол ғылыми сипаттағы мәселелердің шешімін табатын оқушылар. Ал дивергентті оқушылар, ол шығармашыл ойлайтын, дәстүрлі емес ұсыныстар арқылы шешуден тұратын оқушылар. Енді біз ой кеселіне келіп, әлсіз жағын тиімсіз жақтармен жаңашыл бағытта түсіндіретін болсақ, мен ойлаймын, ақпараттың көптігі қазіргі жастарға көп әсер тигізеді. Ағымдар, депрессияға салынуы, жағымсыз қылықтардың көбеюі, қатыгездік сезімдердің пайда болуы, компьютерлік құмар ойындар осының бәрін әкеліп, жаңағы ой кеселін жаңашыл бағытта түсіндіреді. Сонымен қорытындылай келсек, біз Абайдың қара сөзі бізге осы екі бағытты күшті, тиімді жақтарын шам-шарқылып жаға білуіміз керек. Рахмет. Ең басында бізде пирамиданың негізін қалау үшін іздену, яғни бұл іздену барысында құмарлық, ынтық болу, махаббат
мейірленуден, яғни осылай ғылымға осылай бастауымыз керек. Одан кейін бізде бақастан құтылу, яғни ашқарақ, сараңдық, мақтаншақтық, қомағайлық, осындай жағымсыз әрекет қасиеттерден құтылу керек. Ашқарақтық дегеніміз, яғни біліп тұрса да, немесе білмесе де соны білемін деу, сараңдық, яғни біліп тұрса оны басқаларға үйреткісі келмеу, осындай жағымсыз қылықтар. Ал мақтаншақтық дегеніміз ол аз ғана біле тұра, мысалы мен көп білемін деген сияқты дандайсу, осындай жағымсыз әрекеттерден құтылу арқылы. Келесі бізде издихат, яғни мұнда издихатқа жету үшін шынайы ниет, тиянақтылық, өзін-өзі құрметтеу, осындай қасиеттер өзімізде пайда қылуымыз керек. Келесі кезеңге өту үшін ғибраттану, яғни ойлау, пікір алмасу, сақтау, қорғау және күш жұмсау. Осындай қасиеттерді өзіміздің бойымызға жинай білу керекпіз. Келесі бізде ой кеселден арылу, яғни уайымсыз, қайғысыздық, сонымен бірге ойын күлкішіл, құмарлық, бір нәрсеге деген құмарлық, сонымен бірге қайғыға салыну, осындай жағымсыз қылықтардан құтыла отырып келесі кезеңге өтеміз. Ең соңында осылардың барлығы біздің бойымызда болғаннан кейін көркем мінез, яғни ақылдылық, беріктілік, арын сақтаушылық, сонымен бірге қайраттылық, осы мінездерді біз бойымызда дарыта аламыз. Әріптестер, қазақ кемелінен келіп өркендеу үшін ең бірінші азаттығының білімі керек дейміз. Азат елдің ұрпақтары әрқашанда білімді болу керек. Ал сол ұрпақты біз тәрбиелеу жолында абайдың де жаңағы өзіміздің ортамызда алып талқылап жатқан 45 қара сөзі тұнып тұрған өнер, ғылым, білім. Енді біз міне осы қай сөзін алып қарасақ та сөздерінде ғылым, дүниенің тілі мен білімін, ғылымын үйрен дейді абай. Ендеше біз ұрпақ тәрбиелеу жолында осы қара сөздерді ары қарай жалғастырып оқушы бойына сіңірте білуіміз керек. Бізде Қадыр Мырзалиев ағамыз былай деген екен: өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрмет деп. Ал абай ол баста жақсыдан үйрен, жаманнан жирен деп айтып кеткен екен. Ендеше біз өз білімді, ғылымды бірінші өзіміз үйреніп алып, содан кейін ұрпаққа беруге болады. Ал ол кезде абай атамыз былай деп айтқан екен: жаңағы ғылым білім үйрету үшін өзің ақшаңды да, малыңды да сатып, сол балаға білім әперу үшін сол жолында жұмса деген екен. Немесе осы ғылымның барлығы орыста тұр. Өнер де, білім де, ғылым да орыста тұр, орыстан үйрен деген екен. Ендеше жаңағы сол ұрпақты тәрбиелеуде осы қара сөздердің тәрбиелік мәні өте зор деп ойлаймын. Енді біз осы абайдың қара сөзін барлық әдіс арқылы қазіргі заман талабына сай былай ұштастырып отырмыз. Қазіргі кезде бізде білеміз, Абай ТВ деген арнаулы телеканал бар. Енді ол жерде бізде танымдық бағдарламалар және Абайдың арнайы жоба дейді. Бұл жерде арнайы жобада көп жағдайда Абайдың бізде ұрпақтары жайлы айтылады. Екінші бізде Вашингтонның Колумбия деген жерінде арнаулы Абай центрі ашылды. Енді бұл жерде Абай центрінде Абайдың қара сөздерін ағылшын тілінде аударып, шетелдердің оқуына мүмкіндік жаратылып отыр. Және де бізде Абай бұл, яғни бұл жерде Дариян Роттерберг пен Том Боттингтің Абайдың қара сөздерін, және бізде айтылған Әлібек Шегеновтің айтылған сөзі, қара сөздерді көбінде қазіргі Абайдың қара сөздері ауыр болғандықтан қазіргі жас оқырмандарға жеңіл болу үшін оларды поэзия түрінде, яғни өлең түрінде шығарып отырған. Енді осы жерде біз осыны түйіндей келе, біз осыдан нені түйдік? Яғни қазіргі IT саласында, көптеген интернет ресурстарында осы Абайдың қара сөздері болсын, өлеңдері болсын, барлығын көре аламыз. Және де осы Абайдың қара сөздері арқылы жаһандану жағынан көре аламыз. Өйткені ол жерде шетелдің тілін білу арқылы олардың ғылым мәдениетін игеріп, солармен тең дәрежеде тұра аламыз. Және тіл, ел мәдениеті. Бұл жерде де сол шетел тілін білу арқылы біз басқа елдің мәдениетін білеміз, ғылымын білеміз, сол арқылы біз басқа елдермен дәрежеміз тең дәрежеде тұра аламыз. Құрметті ұстаздар, көп рахмет. Неге біздің жұмысымыздың
аяғына таяп қалдық. Қорытындылай келе не айтамыз? Абай бізге жалпы ғылымды игер, ол ғылымды игерсең әділетті бол дейді, және рақымды бол дейді. Сіздер білесіздер, кейбір кезде ғылымды игерген кезде оның жақсы, жаман жаққа өз білімін жұмсайтын жағдайларды тудырып жатыр. Әділетті болсын дейміз біздің ұрпағымыз, және рақымды болсын. Егер де рақымгершілігі жоғары, рақымды болатын ұрпақ тәрбиелейтін болсақ, біздің болашағымыз кемел болатыны хақ. Қазақта мынадай сөз бар: ұл болсаң от бол, от болмасаң жоқ бол дейді. Біздің ұрпағымыз от болып жансын, және біздің ұрпағымыздың оты ешқашан сөнбесін дейді. Сол болыңыздар.